Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай өте дәмді французша қызылшадан салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Төмендегі подписацияны басып, жанындағы қоңыраушай белгісін басып қойыңыз. Ең алдыменен қиярымызды үкіштен өткізіп аламыз, осылай жұмсақ жеріне дейін өткізіп аламыз. Содан соң біздің шұжықтарымызды өткізіп аламыз. Шұжығымыз біздің өздеріңіздің қалаған шұжықты пайдалансаңыздар болады. Менде тауықтың етінен жасалған шұжық. Осылай теркіден өткізіп аламыз бұны да. Содан соң біз піскен жұмыртқаларымызды да осылай теркіден өткізіп аламыз. Мөлшерлерін төменге жазып қалдыратын болам, қанша штуктан салғанымды. Егер қажет болса, осылай мінекей барлығын теркіден өткізіп аламыз. Достар, егер менің каналымда алғашқы рет болып тұрсаңыз, төмендегі подписацияны басып, жанындағы қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менің арнамда жаңа рецепт шыққан кезде жоғалтып алмас үшін әрі сіздерге көрініп тұрады. Мінекей енді осылай жасыл бұршақ горохымызды да салып аламыз. Және біздің картофельный пай. Осыны рецептісін мен видеоның соңында қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Өте дәмді, қытырлақ болып шығатын әдісін көрсетемін. Осылай мен жартысын алып қалдым, себебі қазір әсемдеуге, тарелкаларымызға салған кезде әсемдеуге жартысын алып қалдым. Осылай жартысын салдым. Және біздің қызылшамызды да теркіден өткізіп аламыз. Қызылшамызды көп қайнатпаймыз. Қатты пісіп кетсе де біздің қызылшаларымыз теркіден өткізілген кезде езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан көп қайнатпаңыздар. Жұмсарған соң бірден жаңағыдай сүзіп алыңыздар. Мінекей барлығын өткізіп болдым. Енді майонезімізді де осылай құятын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дәміне қарата тұз салсаңыздар болады, егер тұзы аз десеңіз. Мен азғантай салдым, жарты қасықтай, ас қасықпен жарты қасықтай ғана тұз салдым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Және де біздің әдемі тарелкаларымызға салып, әсемдеп, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады, әрі тойымды салаттардың бірі болады. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар, достар. Мінекей жақсылап араластырып алдым. Содан соң әдемі тарелкамызға салып, үстін әсемдеп ұсынына берсеңіздер болады. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Сіздер де осылай әсемдеп салсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.